Ассалаумалейкум оқырмандарым. Бүгін біз өте оңай әрі дәмді печенье жасаймыз. Ол үшін бізге ұн, ірімшік, жұмыртқа, қант, маргарин майы, қопсытқыш және алма қажет. Алдымен қамырымызды дайындаймыз. Ыдысымызға ірімшік, қант, маргарин майы, жұмыртқа, қопсытқыш, ұнымызды салып, жұмсақ қамыр жасаймыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін мұздатқышқа 10-15 минутқа тынықтыруға қоямыз. Алмаларымыздың сыртқы қабығын және ішін тазалаймыз. Тазаланған алмаларымызды 5 мм шамасындағы бөліктерге бөліп шығамыз. Қамырымызды мұздатқыштан алып, ыңғайлы болу үшін 2 бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлігін қалыңдығы 5 мм болатындай етіп жаямыз. Жайылған қамырымызды диаметрі 10 см болатындай дөңгелек бөліктерге бөліп, видеода көрсетілгендей салмасына алмамызды салып шығамыз. Печеньеларымызды 180-200 градуста қызып тұрған пешімізде сарғайғанша пісіріп аламыз. Дайын болған печеньеларды қант ұнтағын сеуіп ұсынамыз. Ерекше дәмді әрі жұмсақ болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.